1 ай көлемінде Нұр-Сұлтан қаласында дайындалдық. Ең бірінші рет мен осы әнді айтайын деген кезде мен өте әрине қатты қобалжыдым. Себебі бұл эмоцияға беріліп айтатын ән, және де менің қорыққан сәтім, ол мен сахнада жылап қалам ба деп қорықтым, бірақ күш жинап осы әнді орындап шықтым. Және де осы бүкіл қазақ елі қолдайтынына сенімді болдым. Сондықтан да мен өзімді жинап, жақсылап өнер көрсеттім деп ойлаймын, және де бір кішкене болсын осы елімнің, отбасымның үмітін ақтадым деп ойлаймын. Тәуелсіздік деген сөз мен үшін еркіндік дегенді білдіреді, себебі мен тәуелсіз елдің азаматшасы, өз қалаған нәрсемді істей аламын, музыкамен айналыса аламын. Енді қазір халықаралық байқаулар өте көп болып жатыр, сондықтан біздің көк туымыз желбірей берсін, және де қазір жеңіске жетудің өзі біз үшін үлкен бақыт, себебі бізді барлық елдер біліп жатыр. Осы тәуелсіз елде тұрып жатқаныма мен бақыттымын.